пандемия болады екен, ауру келе жатыр екен деген хабардар естіген кезде біріншіден біз салғырт қарадық бәріміз. Сөйтіп та біз аурудың себебімен емес, біз шілдеде аурудың салдарымен күрестік. Бұл біздің проблемамыз болды негізінде. Ал біз сол кезде келіп жатқан әрбір науқасқа маскаңызды тағыңыз десек те кейбір кезде тыңдамайтын халықтар болды. Бірақ біз сондай бір жеңіл қарадық барлық нәрсеге. Сондықтан да бұл нәрсе үйсіп келді да, ол ауру жұқтырғанын білмейді. Ол мүмкін ол бір айдан кейін ауруы мүмкін. Өйткені вирустың инкубациялық кезеңі бар, жасырын кезеңі. Сондай уақыттарға біз білмей қалдық. Бізге бәрі жақсы болып көрінді да басында. Ал карантинді бізге қалай қойды, карантиннен кейін біраз тыншыды да, одан кейін бірдестен үлкен толқын болды. Біз мына Испания, Италияда болған жағдайларды бір ертегі сияқты, бұл бір жалған ақпарат сияқты көріп отырып, өзімізге келді ғой былайша айтқан кезде. Айта кетейік, қараңыз, біздің елімізде бір стереотип бар. Яғни дәрігерлер, полицейлер, үкіметтің қызметкерлері, байлар, кедейлер деген сияқты бөліп тастаған халық. Бірақ біз бөлінуге өйстіп бейімділігіміз бізге осында кедергі болды. Неге? Өйткені біз бір халық екенімізді, бір Қазақстан екенімізді ұмытып қалдық. Ал мен жігіттермен жаңа сіз антибиотик туралы бір тақырып бастадыңыз. Мен әлеуметтік желіде отырып алып антибиотик ішпеңіздер деп айтумен болдым. Бүкіл кімді тани барлығына жібердім. Өйткені антибиотик бұл бактерияға қарсы дәрі. Ал біз вируспен ауырып жатырмыз. Яғни сіз Samsung-тың зарядкасымен iPhone-ды зарядтай алмайсыз. Сондай сияқты бұл екі түрлі қағида, бір-біріне қарама-қайшы нәрсе. Біз осындай нәрселерді түсіндіре алмадық. Үшіншіден, бізде дәрігерлер тапшы. Бізде өте тапшы. Бізде осы халықтың көрдіңіз ба сіз, балам өскенде бір хирург болсын, балам өскенде дәрігер болсын деген мен өзім аз естігем. Балам прокурор болсын, сот болсын дегенді көп естігем. Сондай нәрселер бізге де соның 30 жылдық, 40 жылдық нәтижесі осы бүгін шықты ғой. Сонымен маска тақтыңызды біз тақтық па? Біз таққан жоқпыз шыны керек бәріміз. Жабылып бір ел болып таға саған жоқпыз. Біз той өткізбеңдер, жиналмаңдар дегенде жиналмай қоя салдық па? Қалай тығылып өткізуге болады, соны ойладық қой. Біз ұят болады ойладық қой. Ұят болатынын ойладық. Сондықтан бұл нәрсе үйсіп келіп, салдары үлкен жоғары болып кетті да, біздің Қазақстан Республикасының конституциясында жазған ғой. Қазақстан Республикасының ең құнды байлығы ол мұнайда емес, ол алтында емес, адам деп. А біз осы адамдарымыздан айырылған жоқпыз ба? 182 дәрігерді 182 білімді, бір дәрігер 182 дәрігерге білім бере алатын білімді азаматтардан айырылып қалдық. Ол сапалы адамдардан айырылып қалдық. Бұл тұлғалар ғой. Өйткені білім ол ең жоғары қазына ғой негізі адамның бойында, оны білетін. Бір адам, бір дәрігер тәрбиелеу оңай емес, ал 180 дәрігерден 6 айдың ішінде айырылып қалу деген ол ұлттық қасірет қой. Сондықтан біз бір нәрсені көрген кезде бір жақта емес, ағаштың екі ұшын бар екенін ұмытпауымыз керек та. Өйткені сіз халық, сол дәрігер де, сол үкіметті басқарып отырғаны барлығы халықтың ішінен шығып отқан адамдар ғой. Олар да бір кездер мектеп оқыған, олар да университет бітірген деген сияқты. Ал барлық нәрсе халықтың өзінің айнасы. Мен солай айтқым келеді негізі. Әрине бұл халықты кінәлап кету емес, әрине. Тек қана жаңа бауырымыз айтып қалды ғой. Олжас бауырымыз айтып қалды ғой, көмектесіп жатсыздар деп. Шыны керек, біз қуандық, бізге көмектесіп жатыр деген сияқты. Бірақ та ең күшті көмек ол профилактика. Егер де біздің бүкіл бауырларымыз, бүкіл блогерлер сәуір айында бұл өтірік, бұл саясат демегенде, бұл шынымен коронавирус сақтаныңдар деп үгіт насихат жасаған кезде, біз сол ивил аппаратын алмай-ақ та қоюымыз мүмкін еді деп ойлаймын өз басым. Бәрекелді.